Renault Duster машинасы. Машинада ошын чек жанады. И машина жүрген кезде өзімен өзі тартпай қалады машинадаш. И мынарда қарап отырсаңыздар, негізі сканировать етесіздер ғой, мына жерде көбісі қателеседі осыдан. Мысалы, мынарда қараңыздар, DF068 напряжение, датчик давления хладагента деп тұр ғой. Бұл бізде бензинасостың давлениясын ебуға көрсетіп тұратын датчик. Ладно. Бұл сол датчикті неисправность деп тұр да, или тоғынан үзік деген сияқты ғой. Екінші DF092 деп тұр ғой, көрдіңіздер ме? Цепь верхний датчик кислорода открытый цепь. Бұл дегеніміз бізде вообще неге қатысы жоқ. Датчик кислородқа бұл мүлдем қатысы жоқ жігіттер. Бұл масса негізші кислород деп шығара береді. Мынарда екінші түрме тағы да DF092 верхний датчик кислород короткое замыкание на 12 вольт деп тұр ғой. Ол да негізі датчик кислородқа қатысы жоқ жігіттер. Одан бізде главный сіздерге осыны айтайын деген, міне Renault айдайтын, Renault Duster, Renaultның барлық түрлері жігіттер. Даже Nissan Almera и Lada Largus осы машиналардың барлығына қатысты. Мынау DF002 деп тұр ғой, себебі датчик температура воздуха деп тұр ғой. Бұл дегеніміз прямой, бұл не температура воздух ешқандай қатысы жоқ жігіттер. Бұл дегеніміз прямой ебуға питание дұрыс емес жігіттер. Кузов пен мотордың ортасындағы масса дұрыс емес болуы мүмкін, или ебуға баратын масса дұрыс болмауы, может генератор дұрыс жұмыс жасамауы мүмкін, питание аз беруі мүмкін, может питание көп беруі мүмкін. Сол кезде осындай ошибкалар шығарады жігіттер. Например, мынада DF092, DF092, DF082 деп тұр ғой жігіттер. Мына жақта міне DF180, DF272 деп тұр ғой. Мыналардың барлығын қоя тұрып, бірінші бізге DF002-ні устранить ету керек жігіттер. Осы устранить етіледі, қалғанның бәрі жұмыс жасайды жігіттер. Бір ненің кесірінен бірнеше ошибка шығып тұр. Мынарда DF180 дегеніміз бізде педаль газ, соединение декотер, кольцо короткое замыкание на 12 вольт деп тұр ғой. Бұл бізде мынада педаль газ, газдағы акселятор, газдың несі, датчигі. Команда ебуға беріп тұрады газдың положение. Осыдан міне жігіттер, қазір осыны устранить етіп, Renault машинасын жасайтын боламыз жігіттер. Осындай бірнеше ошибка деп, мысалы, мынада датчик кислородты айырбастап жібереді, например, мынада температура воздухын ауыстырып жібереді. Көбісі, көп адамдардың қателіктері осы жігіттер. Любой сканерде осылай шығарады, бірақ бұның түбінде жұмысы мүлдем бөлек.